Достар, сәлем баршаңызға. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге дәмді, ерекше тағам дайындаймыз. Менің каналыма тіркеліп, видеоның соңына дейін көріп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бірінші бізге осындай бір пияз қажет болады. Өте майда етіп тураймыз. Тартылған етіміздің үстіне салып, жақсылап араластырамыз. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш себуді ұмытпаңыздар. Егер сіздердің тартылған еттеріңіз майсыз болса, кішкене сұйық май, яғни күнбағыс майын қосып жіберсеңіздер болады. Менде осындай рожок, вермишельдің бір түрі, осындай ішіне салып, для начинки деген болады кез келген дүкенде. Осылай фаршымыздың барлығын ішіне саламыз. Не барлығын салып болдық. Енді қазанымыздың астын қойып, күнбағыс майымызды құйып қыздырамыз. Пиязымыз бен үкіштен өткізілген сәбізімізді қосып, жақсылап араластырамыз. Картобымызды саламыз. Егер қаласаңыздар, болгар бұрышын салсаңыздар да болады. Басқаша дәмді болады. Мен қосқан жоқпын, дәміне қарай осылай тұз себеміз. Енді қайнап тұрған суды көп қоспайсыздар суды, себебі кішкене дәмі басқаша болып суда езіліп кетуі мүмкін. Бірақ кішкене ұзақтау піседі, себебі ол жаңағыдай қатты. Біздің рожоктарымыз өте қатты болғандықтан, және кішкене қалыңдау, сол себептен суда ұзақ піседі. Мен бұл жерде суды көбірек қосқанмын, бірақ мен суды алып тастадым. Сондықтан сіздер суды көп қоспаңыздар, майды көбірек қосыңыздар, сол кезде өте дәмді болып шығады. Біздің тағамымыз дайын болды. Енді осындай тәрелкеге салып, үстіне дәміне қарай осындай укроп қоссаңыздар болады. Мен кішкене ірімшік қостым. Астарыңыз дәмді болсын, достар, дайындап көріңіздер, міндетті түрде өте дәмді. Менің каналымда басқа да өте дәмді торттардың, салаттардың, тағамдардың рецептісі бар. Міндетті түрде көріңіздер. Сіздермен болған Ақбота Садыкова.